Бүгін біз ата заңға енгізілетін жаңа нормалар туралы ұсыныс айтып, талқылаулар мен өзгерістер жөнінде кеңесіп жатырмыз. Бұл ұрпақ алдындағы үлкен жауапкершілікті сезіну деп білем. Осы комиссия ел тұрақтылығына, мемлекеттік басқару сапасына және азаматтардың билікке деген сеніміне тікелей ықпал етеді деп санаймын. Ұсынылған түзетулер елде жүріп жатқан реформалардың логикалық жалғасын және қоғамның сұранысын айқындайды. Осы орайда мен қабылдануға ұсынылған кейбір бап жөнінде өз ойымды жеткізсем деймін. Бірінші, халық кеңесі жалпыұлттық диалогтың жаңа форматы. Құрметті әріптестер, бүгінгі қоғам белсенді және талапшыл. Енді шашыранды диалог алаңдары, түрлі қоғамдық платформалар кей жағдайда тұтас жалпыұлттық мүдде мен талқылауда қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан ұсынылған халық кеңесі формалды жаңалық емес, объективті қажеттілік. Халық кеңесі халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатын Конституция деңгейінде тұрақты тетікке айналдырады. Бұл кеңес түрлі дағдарысқа жауап беретін халықшыл алаң. Ол мемлекетшіл қызметтің демократиялық арқауы. Екінші, халық кеңесі диалог пен әріптестік жолы. Бір қағидатты ерекше атап өткім келеді. Халық кеңесі қоғамның заң шығару ісіне тікелей қатысу. Бұл конституциялық тетік арқылы заң шығару үдерісіне араласу деген сөз. Келісіп пішкен тон келте болмас дейді қазақ даналығы. Халық кеңесіне заң, ішкі саясат, референдум өткізу бойынша ұсыныс жасау мүмкіндігін беру ұлттық және әлемдік тәжірибенің озық үлгісі. Демек, бұл тетік қоғамның белсенді бөлігі энергиясын заң шығару бағытындағы жасампаздыққа бұрады. Үшінші, халық кеңесі бірлікті сөзбен емес, іспен қамтамасыз ететін құрылым. Кеңес құрамына этностардың, өңірлердің, қоғамдық ұйымдардың өкілдері енеді. Осы арқылы халық кеңесі мемлекет пен қоғам арасындағы алтын көпірге айналады. Құндылықтар қағазда қалып қоймай, қоғамдық санаға орайлы жеткізіледі.